Сәлеметсіздер ме? Мен Садыкова Наргиза, 10-шы И сыныптамын. Мен қарапайым, бірақ мүмкін ерекше сұрақтан бастағым келеді. Сіз қай жүзсіз? Кейбіреулер үшін бұл қалайсың тек сыпайылықтың бір түрі, немесе шығу тегіне қызығушылық таныту. Ал басқалар үшін ол ыңғайсыздық тудыруы мүмкін нәрсе. Сізді бір жерге апаруға, анықтауға, көрінбейтін критерийлер бойынша бағалауға тырысқандай сезіну. Бүгін мен өз жүз туралы сөйлескім келеді, бірақ оқулық сияқты тарихи тұрғыдан емес, саясат пен әлеуметтік да тұрғыдан емес. Мен олар туралы біздің ортақ болмысымыз, өз тарихымызды түсіну бізге керісінше емес, күшті біртұтас қоғам құруға қалай көмектесетіні туралы айтқым келеді. Біріншіден, жүздер дегеніміз не? Бізде 3 жүз бар. Ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Бұл құрылым тарихи түрде қазақтар арасында туды біріктіру, аумақтарды басқаруды, қорғауды жеңілдету, ішкі ұйымдастыру мәселелерін шешу үшін қалыптасқан. Жүздер соғысушы рулар емес еді. Олар керісінше. Олар бір халықтың бөлігі болды. Бірінші ол ұлы жүз, оңтүстік Қазақстанда орналасқан, сосын орта жүз, орталық және шығыс Қазақстан, және кіші жүз, батыс Қазақстан. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері болды, дәстүрлері. Бірақ оларды бір қазақ ұлты біріктірді. Жүздер әлеуметтік навигация функциясын да атқарды. Үлкен далада бұл адамдарға тезірек байланыс табуға, кіммен жұмыс істейтін, өзін қалай ұстау керектігін және кімге сенуге болатынын түсінуге мүмкіндік берді. Көшпелі өмір жағдайында бұл маңызды болды. Себебі бұл кемсітушілік емес, бұл тәртіп жүйесі болды. Ал қазіргі кезегі не? Біз 21 ғасырда тәуелсіз көп ұлттық Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Бізде құжаттар, дипломдар, жетістіктер бар. Және бұл ретте, егер сен қазақ болсаң, сұрақ сен қай жүзсің, бұл әлі де жиі естелуі мүмкін. Мысалы, үйлену тойларында, танысу кезінде, тіпті күнделікті әңгімеде. Бұл жерде ештеңе жоқ. Бұл сұрақ біздің мәдениетіміздің бір бөлігі. Бұл құрметтің бір түрі. Ортақ тамырларды табу, ата-баба дәстүрлерін еске түсіру тәсілі болуы мүмкін. Бұл тиесілілік сезімін үлкен нәрсемен байланысты береді. Бірақ сонымен бірге ұмытпау маңызды. Жүз бұл белгі емес, ол тарих. Біздің бөлетін немесе жақтайтын нәрсе емес. Ол бір-бірімізді жақсы түсінуге, әртүрлілік байлығын бір халықтың ішінде көруге көмектесетін нәрсе. Жүзге құрметпен қызығушылық танытсақ, бұл өте жақсы. Біз бұл білімді ақылмен қолданған кезде бұл бізді күшейтеді, бірақ біз бағалауды, салыстыруды, бөлектеуді бастағанда біз мәнін жоғалтамыз. Онымен не істеу керек? Жауап жүз ұғымын жою емес. Бұл мүмкін емес және қажет емес. Тарихты өшіруге болмайды, оны бізге түсіну керек. Ең бастысы, біз бүгін осы біліммен не істейміз? Егер біз жүздерді дәстүрдің байлығы ретінде, өзіміз туралы көбірек ойлаудың тәсілі ретінде қабылдасақ, бұл өте тамаша. Егер біз оларды өзіміз және басқаларымыз үшін сылтау ретінде қолданатын болсақ, онда біз ата-бабаларымыз өмір сүрген құндылықтарды жоғалтамыз. Бүгін біз осы мәселеге көзқарасты өзгерте алатын ұрпақпыз. Біз жүздің айтуы бойынша сен кімсің, ал сен не істей аласың? Оны біз күтпейміз.
Және қорытындылай келе 301 үлкен ағаштың 3 тамырына ұқсайды. Пішіні әртүрлі, бірақ қоректендіретін бір магистраль. Бұл біздің жалпы сәйкестігіміз. Болды. Назар аударыңызға рахмет, сау болыңыз.